Бүгін 12 сентябрь 2021 жыл, авторынок Бишкек, Рио Муна базары. Көріп тұрасыздар, кезекте азыр сіздер күткен жол таңдамастардың бүгінгі күндегі баларыны тартуға келдік. Бұл жерде жол таңдамастар өте көп. Базардың бұл бетінен бұршына жайын өте көп жол таңдамастар шыққан. Бұл жақта дағы бар. Әме көрсетуіні баштайлы. Бүгін 12 сентябрь 2021 жыл. Lexus GX 460 2009 жылғы 4 алты автомат $35,000. Газ жоға ма екен? Газ жоға? Газ жоқ, дөңгелектері жайқы. Қара түсті LX 570. Задний передний камерасы бар, дөңгелектері қышқы. 164,000 километр жүрген. Номері басқан жолда екен. Басы 30,000 деп. Toyota Highlander 38,000 ғана километр жүрген. Жылы 2016-35, автомат расход 12-15, басы $37,000. Бұл жақта GX 470 2005 жылғы газ бензин 4.7 автомат $18,900. Анын жанында 2 GX-те чоғы тартып кетейін. 2003 167,000 километр жүрген. Газ жоқ, $16,500. Бұл 2005 жылғы 4.7 автомат $17,500. Қара түсті. Әме біз көрсетуін анталы. Бұл жақта дағы бір LX 570. 2010 жылы шыққан. Газ установка болған, газ бензин. Басы $31,500. Дөңгелектері ұшында дискада тұрады. Жақта Range Rover. 2004 жылғы көлемі 3 дизель автомат. 2 номер бар. Басқан жолда? Жоқ, мұнайлы баларын көрсті өзелерге? 11, басы $11,000. Әме, сіздерге жаланған GX-тарды тарта өрбе аралашылып тұртаны. Бұл жақта дағы бір Range Rover автонасы жақша болды. 2010 жылы шыққан, көлемі 3 дизель, автомат 200,000 километр жүрген, басы $21,500. Дөңгелектері жайқы. Бізден осылай тұрыңыздар. Біз сіздерге дағы дәлі болса көрсетуін ұлантауыз. LX 570 қара түсті. 2008 жылғы $27,300. Қара түсті. LX 570 2011 жылғы Grand Sport $37,000. Отырыштары қара түсті кожа. Монитор задний камерасы бар. Дөңгелектері жаңы. GX күміш түсті, жақша балда. 159,000 километр жүрген, жыл 2008, $25,800. Дағы бір жақша балда LX 570, дөңгелектері почти жаңы екен. 2012 жылғы 5-7 $40,000 салоны. Toyota Land Cruiser 8 цилиндр. Дөңгелектері жайқы.
190.000 kilometr жүрген, жылы 2009, европеец $26.000. Эми сіздерге жалаң эле 570-лерди тарта бербей аралаштырып тартайын. Ак түстө Infiniti автоунаасы QX56 2004 жылкы 5.6 газ бензин, басы $10.200. Тәті маңлайыңыздарда тұрған Хайландарды көрсетеміз, қара түсті. 2011 жылқы, көлемі 3.5 автомат, басы $18.000. Отырыштары қара түсті кожа. Land Cruiser Prado автоунаасы базардан шығып бараттыр, тартып қойлы. Арзан бағда. Әге қағасты түстеп қойсы тартып қойлы. Сатып кетті бе? Сатып кеттір. Alex 470 2003 жылқы 4.7 автомат, $222.000 километр жүрген, басы $14.000. Alex 470 144.000 километр жүрген, жылы 2005 4.7, $19.500. Бұл жақта күміш түсті Toyota Highlander автоунаасы, көлемі 3.5, 2008 жылқы, номері бар. Цены почем? $16.500. Toyota Sequoia автоунаасы, 2001 жылқы, көлемі 4.7, басы $11.500. Ушыл астындағы номерлерге байланышқа шығасыздар. Бұяқта дағы бір GX шығып алды, тартып қойын. GX-тің состояниясы жақсы, қара түсті. 2006 жылқы, газ, бензин, краскасы өзінікі. Басқан жолдатқа бұяқта? $21.000 деді. Honda CR-V 2008 жылқы, көлемі 2.4, қара түсті, басы $11.000. Mercedes NL 350 2006 жылқы, көлемі 3.5 бензин, 4 климат контрол, басы $910.000 же $10.000. 910.000 сом же 900. Адашып кеттім, 910.000 сом же долларға $10.000. WhatsApp номері бар. Қара түсті BMW Expert 2004 жылқы, көлемі 4.4, Еуропадан келген, пробег 250.000 км жүрген, басы $9.500. Срочно горит. Срочно горит дед, бірақ номері дағы горит болшы керегілі, номері жоқ, ал сұрайыншы. Клиенттер қайсы номерге шығаш керек? Досты қазір бұл жерде есі ұқталып тұр, оны тосқол құлбайлы кейінкісіне кетіп өрелі. Toyota Harrier срочно сатылат деді, бұл жерде оқшы жазып қойып тұр, ұшыл номерге чалып тұрып, бұл эксперттерді сұрап көрсеңіздер болады, оқшы шеле срочно деп жазып тұр, $8.800. Alex 570 срочно сатылады екен, 2008 жылқы, 148.000 км жүрген, басы $28.700. Азыркы учурда дөңгөлөктөр жайкы. Газ установка болгон эмес? Газ жок экен. RX 360 184.000 км жүрген, жылы 2003, $14.300. Дөңгөлөктөрү жайкы. Mercedes Gelandewagen 2005 жылкы, көлемі 5 автомат, басы
$25.000, 2 номері бар. 8 цилиндр компрессор, қара түсті. Toyota Forerunner 2007 жылғы, көлемі 4 газ бензин, бағасы $20.000, дөңгелектері қышқы, состояниесі жақсы.